Сәлем, бүгінгі біздің курсымыз мақсатпен өмір сүру жетістікке апарар жол атты сабағымызға қош келдің. Біздің бүгін бірінші өтетін тақырыбымыз өзін тану бәрінің мақсаты. Өзін тану үшін адам өзін дамытуы қажет. Өзін дамыту деген не деген сұраққа жауап бере кететін болсақ, адамның жеке тұлға ретінде үздіксіз өсуі, адамның өмір сапасын жақсартуға бағытталған сапалы әрекеттері, білім алу, дағдыға жеткізу, эмоцияны басқару және қарым-қатынас орнату өз армандарының жүзеге асыруын сынды кез келген бағытты ілгеруге мүмкіндік береді. Бұл өзін дамытудың маңыздылығы қандай деген сұраққа тоқталатын болсақ, өмірімізді мақсатты әрі сапалы етеді, уақытты нәтижелі пайдалануға көмектеседі, тұлғалық және кәсіби деңгейде өсуге мүмкіндік береді және жол ашады, өзіндік сенімділік береді және өзіндік шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Әр адамның бойындағы потенциалдарды толық ашуға мүмкіндік береді. Адам не үшін дамуға ұмтылу керек деген сұрақ осы жерден шығады. Адамның даму себептері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ жалпы мақсаттары жетістікке жету ниеті, яғни өмірде өз орнын табу, армандарға жету, қанағаттандырарлық өмір сүру, ішкі тыныштық пен бағалау сенімдерін арттыру, өзін табу және орнын білу, яғни мен кіммін деген сұраққа толық жауап таба алу, басқаларға үлгі болу, отбасыға, балаларға немесе адамдарға жақсы әсер ету. Даму бұл өз болашағыңды құру.